Сәлеметсіздер ме 7 сынып оқушылары, 390 бойынша алынатын ТЖБ тапсырмасының екінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда бірнеше нұсқалары және осы алгебра пәнінен бөлек физика және геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар бұл ТЖБ-да 4 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 20-ға тең. Бірінші есеп тиімді тәсілмен есептеңдер. Оқушылар, мұнда бізде 14 куб қосылған 19 куб, екі өрнектің кубтарының қосындысы деген формулаға түседі. Ол ашылады. Кубсыз қосамыз бірінші. Келесі жақшаға толымсыз квадратын жазамыз. Яғни 14 квадрат минус 14 көбейтілген 19 қосылған екінші өрнектің квадраты. Бөлеміз 33-ке. Азайтамыз 14 көбейтілген 19-ды. Мұнда екеуін қосатын болса 33 болады. Мұндағы 33 пен қысқарады, сонда бізде қалады 14 квадрат 14 көбейтілген 19 қосылған 19-дың квадраты азайтылған 14 көбейтілген 19. Енді оқушылар былай жазсақ болады. 14-тің квадраты азайтылған, мұнда бізде 14 көбейтілген 19, 14 көбейтілген 19-дан 2 екен, сонда 2 көбейтілген 14 көбейтілген 19 деп алсақ болады. Қосамыз 19-дың квадратын. Енді мына бізде а квадрат минус 2 көбейтілген аб қосылған б квадрат, яғни екі өрнектің айырымының квадраты деген формулаға түседі. Сонда 14 азайтылған 19-дың квадраты тең. Мұнда 19-дан 14 азайтамыз. Минус 5 болады. Квадраттаймыз, сонда тең болады 25-ке. Келесі екінші есеп көп мүшені көбейткіштерге жіктеңдер. 3d-ның кубы қосылған 81. Екеуінің ішінде де 3 деген сан бар. Сонда бізде былай болады. d куб қосылған 27 болады. d куб қосылған 27-ні 3-тің кубы деп аламыз. Енді мына бізде куб. Екі өрнектің кубтарының қосындысы деген формулаға саламыз. Ол былай жүктеледі. Бірінші кубсыз қосылады. Екінші жақшаға толымсыз квадратын жазамыз. Бірінші өрнекті квадраттаймыз. Минус 2-ні көбейтеміз. Қосамыз екінші өрнектің квадратын. 3-ті квадраттаймыз, ол тең болады 9-ға. Енді мұнда 16d квадрат минус 56dn қосылған 49n квадрат. Екі өрнектің айырымының квадраты деген формулаға түседі. Яғни екі шеткі мүшесін квадратсыз жазамыз. 4d минус 7n. Мұнда бізде 8d минус 14-ді, екеуінің ішінде де 2 деген сан бар. Ортақ көбейткіш болып жақшаның алдына шығады. Сонда жақшаның ішінде қалады 4d минус 7n. Мұнда оқушылар бізде 4d минус 7n 2 екен, мұнда 1 екен. Біреуден алып бір жақшаға аламыз. Енді 1 кетті, мұнда 1 қалды. Сонда 4d азайтылған 7n қосылған 2 болады. Келесі үшінші есеп. Мына өрнекті ықшамдаймыз. Ал Б тапсырмасында егер а минус 4 болса, онда мына өрнегінің мәні 1208-ге тең болатынын дәлелдеңдер. Мұндағы жақшаны ашамыз. Екі өрнектің айырымының квадраты деген формулаға түседі. Ол ашылады. Бірінші өрнектің квадраты 3а-ны квадраттаймыз. Минус 2 еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі. Екеуін көбейтеміз, 21а болады. 2 еселесек 42а болады. Плюс екінші өрнектің квадраты 7-ні квадраттаймыз. Енді мұнда бізде 8а минус 3, 8а плюс 3. А минус б, а плюс б деген формулаға түседі. Ол ықшамдалады. А квадрат минус б квадрат болып, а дегеніміз 8а, б дегеніміз минус 3.
Сонда квадраттасақ 64а квадрат минус 9 болады. Қосылған 42а. Енді ұқсас мүшелерін біріктіреміз. 9а квадрат 64а квадрат екеуі қосылады, сонда 73а квадрат болады. Мұнда бізде минус 42а плюс 42а мен қысқарады. 49, мұнда минус 9, сонда плюс 40 болады. Енді келесі тапсырмасында а минус 4 болған кезде, мұнда бізде аның орнына минус 4 қойған кезде, мына өрнектің мәні 1208 болатынын дәлелдейміз. Жетпіс үшті көбейтеміз 16-ға, қосамыз 40-ты. Сонда оқушылар 73-ті 16-ға көбейтетін болсақ, 1168 болады. Оған қосамыз 40-ты. Сонда тең болады 1208-ге. Оқушылар мінеке 1208 болатыны дәлелденді. Мұнда біз жауабы дәлелденді деп қояйық. Соңғы тапсырмасы екі санның квадраттарының айырымы 64 және осы сандардың қосындысы 32-ге тең, берілген сандарды табыңдар. Оқушылар, бірінші санды x деп аламыз, ал екінші санды y деп алайық. Енді осы екі санның квадраттарының айырымы 64-ге тең дейді. Ал олардың қосындысы 32-ге тең. Осы екі санды табамыз. Енді былай алсақ болады, а квадрат минус b квадрат деген формулаға түседі. Ол ашылады а минус b, а плюс b болып, сонда x минус y, x плюс y тең 64 деп алайық. Енді x қосылған y-тің орнына 32-ні қоямыз. Мұнда оқушылар екеуі де 32 деген санға қысқарады, сонда x азайтылған y бізде тең болады екен 2-ге. Енді бізде x азайтылған y 2-ге тең болатын болса, x қосылған y тең 32-ге. Енді екеуін мүшелеп қосайық. x-ке x қосамыз 2x болады. Мұнда екеуі қысқарады, сонда тең болады 34-ге. Теңдіктің екі жағы да 2 деген санға қысқарады, сонда x тең болады 17-ге. X табылды, енді y-ті табу үшін мұнда мінеке қосындысы 32 болатын болса, 32-ден азайтамыз 17-ні. Сонда y тең болады екен 15-ге. Бірінші сан 17-ге тең, екінші сан 15-ге тең. Түсінбеген сұрақтарым болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Сау болыңдар.